Қазақ тілінде бір сөз бірнеше мағына береді. Бүгінгі сөз ашу. Ашу бұл гнев, злость. Мысалы, ашуланды, он разозлился. Ашумен айтылған сөз ауыр. Слово, сказанное в гневе, ранит. Ашу бұл открывать. Мысалы, есікті аш, открой дверь. Кітапты аштым, я открыл книгу. Ашу бұл раскрывать, объяснять. Мысалы, сабақта тақырыпты аштық. На уроке мы раскрыли тему. Ол сырын ашты. Он раскрыл свой секрет. Бір ғана ашу сөзі гнев, открыть, раскрыть смысл. Қазақ тілін жаттама, қазақ тілін сезініп үйрен.